Моя девочка, моя маленькая, долгожданная. 12 лет ждали. Принцесса моя Ясминка, моя витаминка. 37 жасында ұрықтандыру арқылы қыз баланы өмірге әкелген Айнагүл Тәжбаеваның дәл қазір қуаныштан төбесі көкке екі елі жетпей тұрғандай. Алғашқы сәбилерін 12 жыл күткен ана қызының есімін де қойып үлгерген. Ясмин есімді қыз баланы өмірге әкелген әйел бұндай бағдарлама арқылы қай жаста өмірге сәби әкелсең де ана болуды армандаған жандар үшін бұл үлкен қуаныш екенін жеткізді. Первый ребенок, долгожданный, 12 лет ждали. Әрине, уайым болмады емес, болды. Мемлекетке осындай бағдарлама үшін рахметімді айтамын. Мұндай бағдарлама қандай жаста ана болсаң да үлкен қуаныш сыйлайды. Мен 6 қаңтар күні сағат 11:15-те сәбиімді дүниеге әкелдім. Қызымның салмағы 3390 грамм, ал бойы 54 сантиметр. Бұл бағдарлама аясында мемлекеттің тегін квотасы арқылы алғашқы сәбиім өмірге келді. Аңсаған сәби бағдарламасы 2021 жылы іске қосылып, сол жылдың өзінде 217 тегін квота бөлінген. Ал өңірде эко бағдарлама 2015 жылдан бастау алған екен. По итогам года у нас хороший результат. Жыл бойы бізде тексеріліп көрініп жүрген әйелдер оң нәтижеге қол жеткізді. Біз көрсетіп жатқан нәтиже жаман емес деп айтар едім. Соған сәйкес 6 қаңтар күні дүниеге сәби келді. Айта кету керек, бұл бірінші сәтті өткен эко бағдарлама. Қазіргі кезде өңірде эко бағдарламасынан кейін 217 әйелдің 103-і жүктіліктің оң нәтижесіне қол жеткізіп отыр. Маман бұл өте жақсы нәтиже екенін айтты. Қуаныш Қапез, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.